Гүлзира Айдарбекова келіні Жұлдыздың бір сұхбаттан 50 мың ақш долларына сатпақшы. Енді продюсер ханым ел алдында әдемілігі мен актерлік қабілетін көрсеткен Жұлдыздың қандай адам екенін құпия сақтауға көшіпті. Ал бұл құпияның кілті де Гүлзира ханымда. Құны 50 мың ақш долларына бағаланып отыр. Яғни актриса Жұлдыз Әбдікәрімованың сұхбатының бағасы 50 мың ақш доллар. Алайда бұл сұхбаттың құнын барлық бұқаралық ақпарат құралдары білгенімен әзірге ешқайсысы сатып алуға ниет білдірмепті. Шамис тобының шығармашылығында Қарбалас, тіпті дебюттік бейнебаянның тұсауын кесіп үлгермеген қыздар екінші клиптің түсірілімін бастап кетті. Жақында ғана Ай-ой әнін жазған Шамис тобы Жамбамен бірге жазған картинасы ресми түрде жақын арада таныстырылатын болады. Алайда бұл жолғы ән бұрынғы әннен өзгерек. Этот стиль для нас уже совсем другой. Бұл стиль біз үшін мүлде басқа. Тіпті бірінші бейнебаянымызға мүлде ұқсамайды. Бұл бір 80-90 жылдардағы образға келетін сияқты. Өте көңілді, позитивті бейнебаян болады деп ойлаймыз. Ал Жамбамен бірге жұмыс істеу әрине бізге ұнайды. Аталмыш топтың продюсері менің жақын құрбым деген Жамба Шамис тобымен бірге ән айту ұсынысын қуана қабылдағанын айтады. Бұл ол үшін шығармашылық шабыт береді екен. Вообще, само творчество, да, оно же как наркотик. Шығармашылық дегеннің өзі наркотик сияқты ғой. Ал Анель екеуміз бірге жұмыс істегенде тіпті керемет шабытпен айналысамыз. Сол үшін ұсынысты қуана қабылдадым. Ән сонда ерекше, ал қыздар тіпті мықты. Мен әрине мұнда рэп оқимын. Менің рөлім баршаңызға белгілі. Сәтті таңдалған керемет әнге неге 80-90 жылдардағы образ деген сұрақтың туындауы заңдылық. Бұл туралы Шамис тобының продюсері Анель Аринованың өзі айтып берді. На самом деле, это где-то мое такое время. Шынында бұл менің сондай өткен шағым. Турба сағызы, 4 бұрышты машина, ашық түстер, пластмасс әшекейлер, браслеттер, мұның бәрі менің өткен шағымда болған. Сондықтан мен сондай жылы, қызық, әсерлі болғанын қаладым. Біз шығармашылық ұжым сол үшін аула мен көлікті көп іздедік. Продюсер осындай идеясымен алғашқы бейнебаянды түсірген режиссер Ален Ниязбековке қайта келген. Осылайша бірлескен жұмыстары басталып та кетіпті. Второй клип сам по себе он больше. Енді екінші бейнебаянда негізгі акцент лайв түсірілімге түсуде. Акцентті жастардың ортасына музыкаға қойып отырмыз. Мұндайда сен барлық негативтер мен проблемаларды ұмытып кетесің емес пе? Бейнебаян осындай позитивке толы болмақ. Сонымен, позитивті бейнебаянды тамашалауға да аз қалды. Шамис тобы өте жақында 90 жылдардың жарқын естеліктерімен қуантпақ. Ендеше сол сәтті бірге күтейік.